айналымында 137 миллиард теңге бар пирамидаға Ергеш Айсұлтан мен Есқараева Айгүлдің қандай қатысы бар? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазіргі таңда өзімнің мүлдем ұстанымдарыма, құндылықтарыма сай келмейтін жайттар жайында айтатын болам. Әрине мұндай төмен деңгейге түскім келген жоқ. Алайда соңғы болып жатқан жағдайлар өзімді қорғауға мәжбүр етті. Алдағы уақытта жеке хат алмасулар, видео жазбалар жарияланатын болады. Әрине мұндай шешімді қабылдау маған оңайға соққан жоқ. Бірақ шындықты қорғау мақсатында осы қадамға баруға бел будым. Аталған видеода Есқараева Айгүл мені, яғни Қойбағарова Сәуле мен күйеуім Әділханды бірігіп алаяқтық жолмен 105 миллион теңге алып, оны прокурорларға қылмыстық жауапкершілікке тартпау үшін берді деп айыптаған. Бұл іс Назира Нұржанова ұйымдастырған Назира Голд қаржылық пирамидаға қатысы бар. Видео көрермендерге Есқараева Айгүл мен оның ұлы Айсұлтан Ергештің адал азаматтар әрі менің әрекет. Жоқ, она что хочет сказать, что ты ходила в ДР? Да. Ты ей скажи, Оксан берет, что уляжется все. Ешкім қашайын деп жатқан жоқ қой. Наоборот, бізді неғысы и она потянется. Она такая думает, прямо она на высоте стоит. Шақса человек, он вообще осознавайды. Мы вообще знать не знаем тогда. Куда он отырсын тынышқа. Такая странная. Наоборот, надо пересидеться. Ее же никто не ищет же. Я все читала, что написала. Там про нас ничего нет. Пусть уляжется и все деньги потеряем. А зачем сейчас сама себя куда нашла? Жизнь куда нашла, другой, понимаешь ты? Может быть, она деньги спрятала, потом отдаст, чего не хватает. Мы должны сейчас ждать только. Есік алда машинаны ешқайсысы айдалып отқан жоқ, есік алда тұр. Потому что все под наблюдением, түсінесіз ғой? Беміз, короче, жертвамыз, короче, көрген. Я вот это вот сейчас продвигаю, короче. Ол кімге Гүлзираға айтқан өзінде, наоборот, сасып, бәрі нәрсені құртып қояма деп отырмын, түсіндіңіз ғой? Терімнен зардап шеккендер ретінде көрсетуге бағытталған. Сонымен қатар менің фото суреттерім жарияланған. Егер Есқараева Айгүл шындықты толық айтқанда, бұл оқиға ешкімді қызықтырмас еді. Істің мәні мынада. Есқараева Айгүл менен, яғни Қойбағарова Сәуледен 728 миллион теңгеден астам сомаға ақша және алтын бұйымдарын қарызға алады. Оларды сатып болған соң қайтаруға уәде береді. Алайда бұл алтындарды сатудың орнына Назира Голд қаржылық пирамидасына өткізеді. Айта кету керек, Есқараева Айгүл қарыздың басым бөлігін қайтарды. Тек 150 миллион теңге шамасында қайтарылмай қалды. Осы суманы қайтаруға кепіл ретінде 2025 жылы 18 наурызда Шымкент қаласының нотариусы, яғни Өкібаева Дина номер 1868 тіркеумен куәландырылген кепілдік міндеттеме берген. Онда 2025 жылдың 15 сәуіріне дейін аталған сумаға тең алтын бұйымдар немесе ақшалай қайтаруға міндеттелген. Алайда қарызды қайтармау мақсатында Есқараева Айгүл бұл кепілдік міндеттемені жарамсыз деп тану туралы сотқа арыз шағым берді. 2025 жылдың 15 тамызында Шымкент қаласының аудандық азаматтық істер жөніндегі соты тергеп тексеріп, оның талабын қанағаттандырудан бас тартты. Кейін ол апелляциялық шағым түсірді. Алайда 2025 жылдың 22 қазанында сот алқасы бірінші инстанция шешімін өзгеріссіз қалдырды. Осылайша екі сот инстанциясында да Есқараева Айгүл қарызды қайтаруға міндетті екенін растады. Кейін белгілі болғандай, Есқараева Айгүл және Ергеш Айсұлтан басқа да кәсіпкерлер мен азаматтардан ірі көлемде қарыз болған. Баршаға мәлім, 2024-25 жылдары Нұржан Назира Байбосын қызы, яғни Назира Голд атты қаржылық пирамиданы іске қосқан.
Бұл әлеуметтік желілерде ай сайын 20-41% табыс уәде етіп салымшыларды өзіне тартып отқан. Соттың үкімі бойынша жалпы келтірілген шығым 16 миллиардты құраса, тек 2 миллиард қана анықталған. 2025 жылдың 28 қазанында соттың үкімімен Нұржан Назира Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы бойынша алаяқтық және 217 бабы бойынша қаржылық пирамида құру және басқару бойынша 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Онымен бірге тағы 8 адам сотталған. Нұржан Назира ұсталған түні Есқараева Айгүл мен Ергеш Айсұлтан қатты қорқады, себебі екеуі сыбайласып бірге жұмыс жасап жатқандықтан ол кісілер жасырынуға бел буады. Жасырыну мақсатында маған хабарласып, менің мінезімнің жұмсақтығын пайдаланып, менің сеніміме кіріп, біздің үйге келеді. Оған дәлел WhatsApp хабарламалар және фото суреттер бар. Тергеу оларды куәгер ретінде танығандықтан, мен олардың әрекеттеріне құқықтық баға бере алмаймын. Алайда сот үкіміндегі үзінділерде олардың әрекеттерінде қаржылық пирамидаға қатысты сыбайластықтың белгілері көрсетілген. Сот үкімінде көрсетілгендей, Нұржан Назира өз жауабында өзіне ыңғайлы болу үшін кеңсе жалдағанын мәлімдейді. Және ол кеңседе 15-ке жуық жұмысшы жұмыс жасағанын айтады. Және де Ергеш Айсұлтан мен Есқараева Айгүлдің сол кеңсенің үстіңгі қабатында Назирамен тығыз байланыста болу мақсатында пәтер жалдап тұрғанын мәлімдейді. Сот материалдарында көрсетілгендей, Нұржан Назира Ергеш Айсұлтан мен Есқараева Айгүлге өзінің сыбайласы ретінде 8% төлемақы ай сайын төлеп отырғанын көрсетілген. Есқараева Айгүл мен Ергеш Айсұлтанның жеке кәсіпкерліктері арқылы 137 миллиард теңге айналым болғаны көрсетілген. Сондай-ақ бұл жүйе классикалық қаржылық пирамида екен, яғни бұрынғы салымшыларға төлемдер кейінгі салымшылардың есебінен жүргізілетіні анықталды. Сот үкімінде көрсетілгендей, Есқараева Айгүл мен Ергеш Айсұлтан өзінің тікелей қаржылық пирамидаға қатысы бар екенін, сыбайлас екенін жасыру мақсатында менің отбасыма, яғни менің тарапыма арыз шағым түсірді. Бұл іс аудандық ішкі істер басқармасынан басталды. Бұрын соңды біздің тарапымызда бұндай дүние болмаған. Бұндай дүние мен көрмеген. Менің отбасым үшін, мен үшін, әулетім үшін бұл үлкен қайғылы жағдай болды. Себебі бұл іс 1 жылға созылды. Тергеп тексеру, бұл ішкі істер басқармасынан полиция департаментіне өтті, одан кейін экономикалық департаментке өтті, ең аяғы ұлттық қауіпсіздік комитетке жетті. Бұл тергеу 1 жылға созылды. Ол оңай болған жоқ. Барлық дәлелдер тексерілді. Нәтижесінде, Аллаға шүкір, 2025 жылдың 30 қазанында қылмыстық құрамның болмауына байланысты тоқтатылды. Бұл шешімді прокуратура бекітті. Бұл жағдай нені көрсетеді? Адам азаматтық сотта жеңілді, апелляцияға берді. Апелляциядан қайтадан жеңілді. Қылмыстық іс бойынша да дәлелдей алмады. Қайтадан істі ашуына апелляция берді. Ол қайтадан іс ашылып, қайтадан тергеп тексеру болды. Ол жерде де дәл солай қылмыстық құрамның болмауына байланысты іс тоқтатылды. Енді ол әлеуметтік желіні пайдалану арқылы манипуляция жасап отыр. Сот үкімінде көрсетілгендей, Ергеш Айсұлтан, Есқараева Айгүл үлес қосқан қаржылық пирамиданың кесірінен халықтың ішінде зардап шеккендер жеткілікті. Айгүл ханым, қарыз заң бойынша қайтарылу тиіс, жала жабумен емес. Менің сеніміме кіріп, мен арқылы нан жеп, менің баспанамды паналап, су ішкен құдығыңызға түкірмеңіз. Адамнан қорықпасаңыз да Алладан қорқыңыз. Мен әлеуметтік оқырмандарыма жүгінемін. Алдарыңызда кәсіби манипулятор. Оның әрекеттеріне мемлекеттік құқықтық органдар өз бағасын берген. Мен ресми түрде видеоларды өшіруді және жалған ақпараттарды
жоққа шығаруды талап етемін. Әділдік менің жағымда. Бұл Қазақстан Республикасының сот шешімімен дәлелденген.